Бабаларымыз ақыл ойдың көркі тіл, тілдің көркі сөз деген. Жалпы мұсылман адам үшін тілдің тазалығы өте маңызды. Өйткені адам баласы тіл арқылы иманға келтіреді. Тілмен адам діннен де шығып жатады. Сол үшін адам баласы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадис шарифінде айтады, мұсылман адам Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болса, онда жақсы сөз сөйлесін, немесе үндемесін дейді. Қиямет күні адам баласының 10 күнәсінің 9-ы тілден деп айтқан. Сол үшін мұсылман адамның тіл тазалығы ол өте маңызды. Тіл арқылы адам өсек айтуы мүмкін. Тіл арқылы ғайбат айтады. Көп сөз сөйлеу. Көп сөз сөйлеген адам ол сүрінеді. Сол үшін де адам баласы ол тілдің тазалығына аса мән беру керек. Кезінде бабаларымыз өз бала шағасына өсиет айтқан. Сөзден ащы нәрсе жоқ, сөзден тәтті нәрсе жоқ, сөзден ауыр нәрсе жоқ, сөзден жеңіл нәрсе жоқ. Кімге сөйлейтініңді біл, қай жерде сөйлейтініңді біл, қалай сөйлейтініңді біл, қай кезде сөйлейтініңді біл. Бұны білмесең, сара сөзің шала болар, арты жала болар, әкең қапа болар деген. Бабаларымыз да өз балаларына жақсы сөз сөйлеп, тілді таза ұстаудың өзін өсиет қылған. Ендеше біздер де өзімізден бастап тіл тазалығына, сөз тазалығына мән беруіміз керек.